Бүгін сағат 8-ден баштап чоң қан тамыры жыртылыш кесел А типтен бір дылдық. 7 сағат аны түгетіп, Б типтік тағы бір чоң қан тамыры жыртылған кесел бар. Мен бұл екі операцияның кесел оқшош, бірақ кеселдің басылған жері оқшабайды. А типтікте емі бүтін төшті кесіп ашып, чоң қан тамыры клапан бұзылып қалса, тақырған аштары болса, көпірі салып қалдырған аштары да бар. Мен Б типтік болса, Мұшы жамбаштың ішінен 3 сантты кесіп, мұшы чоң қан тамырының ішінен терек салабыз, чоғынты жасалабыз. Мана арқындақы торға оқшаған неме ошай салған чоң қан тамырдың жасы болады. Мен бүгін қылған екі операциябыз бірісі 68 жаштақы чоң кіші, дағы бірісі мана Б типтік болғаны 49 жаштақы ер кіші. Тақырларым ұшы қан басымды жақсы контрол қылбайды, дары түзікчіге жепілбей қан басым ашына жүрген кішілер. Екі операция оңышты болды болса. Емін қалғаны аста-аста теңшеп қан басымдарды өт, дағылып қалғандарын ішіне қылғасақ болды.